Алдыңғы видеода повышающий коэффициент эффика туралы айттық. Фундаментке 1/4, плитаға 1/1 бердік. Және де оны сейсмиканың загружениесіне бердік. Сейсмика X, Y, Z, егер кручение болса, кручениеға да береміз. Сосын перемотикадағы модуль упругости 0,5 коэффициентке азайттық. Енді осы схеманы расчетқа жіберіп, сценадағы нормализованный сила тексереміз. Нормативті ашайық. НТП-да монопункт 5,6 сопротивление стен сжатию, изгибу и сдвигу. В первичных сценах значение нормализованной осевой силы ВДУ не должно превышать величину, определяемую с помощью следующего выражения. ВДУ мына формуламен анықталады, және ол кіші болу керек 0,4 омега У. Омега У астындағы мына формуламен анықталады. Осы формуламен стенаның сечениясын класс бетона тексереміз. Егер орындалмаса, өзгертеміз. Енді соны өзіміздің схемада тексерейік. Менде расчет жасалып қойған. Железі бетон кіреміз. Кіргеннен кейін енді мына 3 коэффициентпен жұмыс жасаймыз. Альфа УД, ВД, ЛС. Қазір бізге керегі ВД. Относительно нормализованное продольное усилие. Осымен жұмыс жасаймыз. Осын басқаннан кейін мозаикамен көрсетеді. Мозаикамен стержневый аналогта қай стенада нешеге тең екенін цифрлармен көре аламыз. Подвалда фрагментация жасайын. Фрагментация. Цифрларды қосамыз. Осылай әр стенада усилиесіне байланысты нормализованный сила көрсетеді. Және де оны таблицамен көре аламыз. Мысалы мен бір стенаны билейін стержневый аналогта. Сосын мына жерде локальный режим армирования элемента, соған кіреміз. Применить. И осының ішінде расчет жасаймыз. Сол стенаның стержневый аналогына бір элементке осының ішінде анализ жасай аламыз. Армированиясында көре аламыз. Расчетқа жібердім. Расчетқа жібергеннен кейін мына жерде сол элементтің размерлерін көрсетеді, коэффициенттерді. Сосын сочетание, продольная сила, момент, поперечная сила. Соларды осылай таблицамен көре аламыз. Астындағы таблицада мына жерде ВД, омега УД және ЛС осы жерден көрсетеді. Мына 1-2 деген ол сечение номер. Колонна конечный элементтерге бөлінбеген бір элемент, соның бастапқы және соңғы сечениясындағы нормализованный сила осыларда бөлек көрсетеді. Армированияға сосын келеміз. Қазір ВД нормализованный силаға анализ жасайық. Осы программаның ішінде мына коэффициенттердің қалай анықталғанын көре аламыз. Ол үшін мына жерде опция деген кіреміз. Параметры отчета. Мына жерден файлдың аты, қай жерде сақталатыны. Загружение сейсмиканы таңдаймыз. Сейсмикалық загружениенің ішіндегі N продольная сила қайсысында көп, соны таңдаймыз. Мысалы мен біріншісін көрсетейін. 5-ті таңдаймын. 5-ті таңдап, және де мына жерде галочканы қоямыз. Расчет арматуры для режима стена, стержень. Осыны таңдап применить дейміз. Кейде бір істегеннен ол сақталмайды. Оны қайталап бірнеше рет осылай жасаймыз. Немесе қайтадан расчетқа жіберіп, бірнеше қайталағаннан кейін барып сақталады. Ол осындай блокнот ретінде ашылады. Және де осы арқылы қай коэффициенттің қандай формуламен анықталғанын көре аламыз. Мен бұны жабайын. Мен бұл проверкаларды Excel таблицада жасаймын. Себебі программада қалай жұмыс жасайды. Сейсмикалық загружениялы белгіленген. Сол бойынша ретімен басынан бастап тексеріп шығады. Мысалы, бірінші тұрған 231 тонна бойынша нормализованный силаны анықтап тексереді. Сосын барып 310 бойынша тексереді. Егер де осы 310-да проверка орындалмай қалса, расчет осы жерден тоқтайды. Ары қарай расчет жүрмейді. Мозаикадан 231 тонна бойынша анықталған нормализованный силаны көре аламыз. Қалғандарын көре алмаймыз. Асты жағында 360 тонна деген бар. Ең үлкен продольная сила, ол бойынша біз тексере алмай қаламыз. Сондықтан мен Excel таблицада ең үлкенін алып тексеріп шығамын. Схемаға барайық. Мынаны жабамын. Төменгі этаждар тексереміз. Себебі төменгі этаждарда N продольный усилие көп. Анализге кіреміз. N және де RCN-ге қоямыз. RCN-нің ішіндегі сейсмикалық загружениенің ішінде қайсында N продольная сила көп, сол бойынша тексереміз. Мен MABS-ге қойдым. Себебі сейсмикада продольная сила көп, менде, сондықтан осыда қалдырамын. Бірінші подвал тексерейік. Әрбір стенаны жеке-жеке қарап тексеріп шығамыз. Мысалы, мына стенаны тексерейік. 615 тонна ең көп көрсетіп тұрған продольная сила. Фрагментация жасап,
Бұның сечениясы 30-ға 725. Толщинасы 30, ұзындығы 725. Енді соны Excelға салам. Сарымен тұрған ячейкаларды толтырып шығамыз. Сосын соңында условия орындалатын, орындалмайтын мына жерден көре аламыз. Условия 54 не выполняется, орындалатын болса выполняется деп шығады. Бірінші мына жерге жазамыз. Расчетная осевая сила 615 тең тоннамен. Сосын размер сенаның сечениясы, ширинасы 300 тең, ұзындығы 7250 мм. Количество этажей 9 этаж. Класс бетона 20-25 таңдаймыз. Сосын соңына қараймыз. Условия орындалып тұр. 0.18-ге тең. Ол кіші 0.464. Мына жерде формуланың барлығы енгізілген, ештеңе өзгертпейміз. Егер қалай шыққанын көретін болсақ, астында көрсетіліп тұрады. Мына формуламен қалай анықталғанын осылай көре аламыз. Мынаның ішіндегілер де өзі өзгереді. Ештеңеге тиіспейміз. Бірінші сценамыз нормализованный сила бойынша өтіп тұр. Және де басқа да проверкалары бар. Мысалы, мына жерде коэффициент пластичности анықталады. Сосын длина граничной зоны, периферийный зонаның длинасы анықталады. Сол бойынша төмен жағында условия бар. Соңында хомуттар тексереміз. Нормативтегі мына условия бойынша жасаймыз. Бұл жерде периферийный зонадағы продольный арматураларды жазамыз. Және де хомуттарды толтырып шығамыз. Диаметрін, количествосын толтырамыз. Соңында екі условияның орындалатын, орындалмайтын арып, хомуттардың диаметрін, количествосын өзгертеміз. Бұл бойынша алдағы уақытта айтамын. Қазір схемаға оралайық. Мына бір сценаны тексердік. Бұл сцена өтіп тұр. Дәл осылай қалған сценаларды тексеріп шығамыз. Алдағы видеода сценадағы поперечный силаның көбейтілуі жайлы айтамын.